Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз меренговый рулет дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқаның ағын әдемілеп миксерлейміз. Басты талап бізде мұнда ыдысымыз тап-таза және өте құрғақ болу керек миксерімізге дейін. Одан соң жұмыртқамыз көпірши бастаған кезде қантымызды сала бастаймыз. Мұндағы миксердің жылдамдығы орташа, яғни мысалы 5 болса максимум 2-мен істедім мен. 2 жылдамдықпен. Осылай міндетті түрде қантты бөліп саламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. 2 есе осылай көтерілу керек. Одан соң әрі қарай миксерлеуді жалғастырамыз. Консистенциясы өте қою болғанға дейін. Прям сіз алған кезде ақып кетпеу керексін. Қоспаңыз, міне осылайынан ақып кетпеу керек. Осындай состояниеге жеткен кезде үстінен крахмалды саламыз. Барлығын бірден салып жүрсеңіздер болады. Крахмалды салғаннан кейін де миксерлейміз. Мұнда бізде консистенциясы жағдай ақып кетпейтіндей состояниеге жету керек. Міне осылайынан қойып қойғанның өзінде ол ақпау керек. Одан соң табамызға пергамент қағазын салып, оның үстіне қоспамызды саламыз, яғни меренгамызды. Мұнда полный табам түспей қапты, яғни 4 бұрыш табаға салсаңыздар, рулетті жинауға өте ыңғайлы. Пергаменттің үстіне ештеңе жағудың қажеті жоқ. Осылай барлық меренгамызды төсеміз дағыны үстінен табаның бойына бірдей биіктікте жағып шығамыз осылайынан. Бірдей биіктікте болу қажет. Қасықпен жақсаңыздар да болады, немесе кондитерлік мешокқа құйып қоспаңызды, сол кондитерлік мешокпен табан үстіне құйып шықсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Одан соң дайын болған қамырымызды 150 градусқа 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Ол пісіп жатқан кезде крем дайындап қойсақ болады. Ол үшін салқын холодильниктен ала сала сливкиімізді миксерлейміз. Орташа жылдамдықта миксерленеді. Сливкиіңіз міндетті түрде холодильниктен алынған салқын болу қажет. Одан соң үстіне қантымызды салып тұрамыз. Осылайынан әдемілеп миксерлейміз. Қою состояниеге жеткенге дейін. Осылайынан қоюлана бастайды. Көп миксерлеп жібермеңіздер. Міне алған кезде ақпау керек осылайынан. Крем болып тұрып қалу қажет. Көп миксерлеп жіберсеңіздер іріп кетуі мүмкін. Бөлек алып қоямыз. Мұнда жағы бір бөлігін кішкене біткен рулетімізді, жиналған рулетімізді әсемдеу үшін кішкене құйып алыңыздар. Салып алыңыздар, точнее, бұл сұйық емес қой. В общем, меренгінің өзін миксерлеуге 7-8 минут уақыт кетеді. Кремді миксерлеуге шамамен 3-4 минут уақыт кетеді. Ондай ұзақ емес. Осылай бөлек алып қоясыз. Қалған кремді қазір ортасына жағатын боламыз. Дайын болған меренгамызды алып, екінші пергамент қағазын дайындап қойыңыздар. Немесе майлық болса да болады. Үстіне аударамыз. Мұна беті болып шығады. Жаңағы табанның үстінде тұрған беті. Мұна ішкі беті. Одан соң суытамыз. Суығаннан кейін осылай астындағы пергамент қағазын аласыздар. Ыстықтай алсаңыздар да болады. Мен суығаннан кейін алдым. Полный алып болғаннан кейін ортасына дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Біркелкі. Екі шетіне қатты жақпасаңыздар болады. Себебі қазір ораған кезде ағып кету қаупі жоғары. Сондықтан екі шетін кішкене бостау қалдырасыздар да, осылай ортасынан жағып шығасыздар. Одан соң дайын жидегіңізді салсаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылайынан жидекпен сеуіп шығасыздар. Жидексіз де болады, бәрібір өте дәмді рулет болып шығады. Осылайынан пергамент қағазын астынан ұстап көтеріп тұрып, рулетті ораймыз. Паятап ораңыздар, сол кезде өте әдемі болады.
пісірген кезде температураны өте жоғары қылып қоймаңыздар, 150 градус жетеді, және ұзақ ұстамаңыздар, себебі сынып кетуі мүмкін меренгаларыңыз эластичный болмай. Осылай дайын болған рулетімізді тақтайымызға немесе ыдысымызға саламыз. Бұл сыртын әдемілеп әсемдейміз. Енді бағана құйып қойған кремімізді алып, бетіне жағып шығамыз. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Әдемілеп жағып шығамыз. Ішіне салған жидегімізден қалғанын әдемілеп қойып шықсаңыздар болады. Осылай өте әдемі, дәмі енді вообще мороженое жеп отырған сияқты боласыз. Воздушный, десерт шығады. Ас болсын.